Сәлем оқушым. Бүгін міне көбейту кестесін 5 күнде жаттатты интенсивті курсымыздың 4-ші сабағына да келіп жеттік. Қалай балалар, көңіл-күйлерің қалай? Жақсы ма? Көбейту кестесін жаттау оңай екенін көріп, өздерің күнделікті жаттап, қызықты екенін көріп жүрсіңдер ма? Я, тамаша. Мен сендердің осындай тез жаттап алғандарын, тіпті балалар сендер барлығын бір күнде көбейту кестесін жаттап тастапсыңдар ғой. Мен әлі сабақта өтпей жатсам, сендер толығымен жаттап өткізіп жатыр екенсіңдер. Тамаша, мен сендерді мақтан етем. Жарайсыңдар балалар, көбейту кестесін жаттаған әрбір оқушы, ол өмірінің соңына дейін оның пайдасын көреді. Себебі бұл өмірде көптеген есептерді біз барлығын не істейміз? Ойша есептейміз. Яғни біз міндетті түрде қағазға жазып, калькулятордың көмегіне сүйеніп жатпаймыз. Көбейту кестесін білсек, кез келген есепті тез арада шығара алады екен. Ендеше біз не істейтін едік, балалар? Я, тамаша. Қайталау білім анасы. Алдыңғы сабақта өткен сабақты бір қайталайтын болғанбыз. Ендеше біз алдыңғы сабақта 4 және 5 сандардың көбейту кестесін жаттаған болатынбыз. Кәне бірге алма бинго ойын ойнап тастайық, балалар. Біз әр сабақта алма бингоны ойнап, үйреніп алдық, Енді кетті. Барабанды қосамын, сендер мәндерін табыңдар. Мен айтпаймын. Кеттік. Дайынсыңдар ма? Жарайды, кет. Охо, 4 көбейту 6. Мәні нешеге тең, балалар? Я, 24-ке тең. Аха. 4 көбейту 10. Я, балалар, көрсеңіздер, сіздер егерде дұрыс мән тапсаңыздар, мұндағы алмалар не істейді? Өздігінен дұрыс тапсаңыздар жоғалып отырады екен. Енді 3-ші мәрте бір қоссайық. 4 көбейту 8. Мәні 32 екен. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, бір мәрте алдыңғы сабақты қайталап өтейік. Мен айтамын, мәндерін өздерің бірге қайталап отырыңдар. 4 көбейту 4, 16, 4 көбейту 5, 20, 4 көбейту 6, 24, 4 көбейту 7, 28, 4 көбейту 8, 32, 4 көбейту 9, 36. Тамаша. Жарайсыңдар, балалар. 4-тің де көбейту кестесін жаттап алғандарыңды көріп отырмын. Енді 5 санын бір қайталап өтейік. Әдеттегіше біз алма бингода барабанды қосайын. Кәне бір ойны әр сабақта біз ойын ойнаймыз. Күште қандай? Кәне бастайын. 5 көбейту 6. Мәні қаншаға тең? 30-ға тең екен. Тағы 5 көбейту 4. Мәні 20-ға тең екен. 5 көбейту 10. Қанша мәні? 50. Міне балалар, сендер де дәл осылай алма бингоны үйде ойнасаңыздар болады. Ары қарай біз 5-тің көбейту кестесін алдыңғы сабақта ассоциация әдісі арқылы жаттаған болатынбыз. Оған нені пайдаланған едік біз, балалар? Сағатты. Ендеше сағатқа қарап отырып, біз 5-тің көбейту кестесін бір қайталап өтейік. 5 жердегі 1, 5, 5 жердегі 2, 10, 5 жердегі 3, 15, 5 жердегі 4, 20, 5 жердегі 5, 25, 5 жердегі 6, 30, 5 жердегі 7, 35, 5 жердегі 8, 40, 5 жердегі 9, 45, 5 жердегі 10, 50. Міне тамаша. Жарайсыңдар, балалар. Кәне, тағы бір мәрте осы сабақты бір қайталап, пысықтап алайық. Қайталау білім анасы. Әрбір қайталаған сайын біздің мына миымызда, яғни ол сабақты толық меңгеруімізге, қорытуға, ұзақ мерзімде сақтап алуымызға мүмкіндік болады. 5 көбейту 5, 25, 5 көбейту 6, 30, 5 көбейту 7, 35, 5 көбейту 8, 40, 5 көбейту 9, 45, 5 көбейту 9, 45. Жарайсыңдар, тамаша.
Ендеше балалар, бүгінгі жаңа сабақ 6-7 сандарының көбейту кестесін жаттау. 6 санының көбейту кестесін жаттау. Балалар, 6 көбейту 6-дан бастаймыз. Неге? Мен әр сабақта айтып отырамын, неге? Себебі 6 көбейту 5-ті біз жаттап алған болатынбыз. Сонымен қатар біз қандай ереже бар еді? Көбейткіштердің орындары ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген ережені де жаттаған болатынбыз. Естеріңде болса. Дәл осылай бүгін біз 6 көбейту 6-дан бастаймыз. Жарайсың, бірге мәндерін қайталайық. 6 көбейту 6, 36, 6 көбейту 7, 42, 6 көбейту 8, 48, 6 көбейту 9, 54. Балалар байқадыңдар ма? Бар болғаны 4 қана көбейту кестесін жаттасаңдар, 6-ның көбейту кестесін жаттап алады екенсіңдер. Енді сандық сәуледе 6-ның көбейту кестесін бір рет қайталап жаттап алайық. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Сандық сәуледе 6 реттен аттау арқылы біз 6-ның көбейту кестесін жаттаймыз. Бір рет аттағанда 6, 2 рет аттағанда 12, 3 рет аттағанда 18, 4 рет аттағанда 24, 5 рет аттағанда 30, 6 рет аттағанда 36, 7 рет аттағанда 42, 8 рет аттағанда 48, 9 рет аттағанда 54, 10 рет аттағанда 60. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Енді өзіміздің қандай еді? Ойын, мандал әдісіндегі ойынымызды бірге қайталайық. Мұнда 12 және де 24 деген көбейтіндің мәндері берілген екен. Табайық қане. Alt жердегі қанша? 12-ге тең. Alt жердегі 2 қаншаға тең екен? 12-ге тең. Тағы да alt жердегі қаншам? 24-ге тең. Alt жердегі 4-ім 24-ге тең екен. Келесі бізде балаларға. Міне балалар, дәл осылай біз көбейту кестесін мәндерін дұрыс табатын болсақ, мұна біздегі боямағымыз толығымен боялып шығады екен. Сіздер дұрыс тапқан сайын, балалар, бұл боямақ толығымен боялады. Байқап отырсыздар ғой? Әр түрлі түске боялады екен. Яғни біз әр түрлі түстермен біз қай бөлікті жаттағанымызды, жаттамағанымызды біліп алуымызға болады екен. Міндетті түрде порталда сіздерге беріледі, балалар, осының бәрін бірге жаттаймыз. Келістік пе? Міне балалар, барлық бөлікті біз боядық. Өте әдемі, бізде түрлі түсті бояуымен мына үкіміз толық боялды. Көрдіңдер ғой? Тамаша. Ендіше өзіміздің мнемотехникалық кестемізді бірге толтырайық. Мен айтамын, мәндерін бірге қайталаңдар. Alt жердегі 6-ым 36, alt жердегі 7-ім 42, alt жердегі 8-ім 48, alt жердегі 9-ым 54. Балалар қараңдар, 6-ның көбейту кестесінде сендер бар болғаны 4 қана көбейту кестесін жаттасаңдар болған екен, яғни 4 қана мәнді. Жарайсыңдар балалар, 6-ның да көбейту кестесін жаттап алдыңдар. Енді 7-ның көбейту кестесін, түпті балалар қараңдар, 7-ның көбейту кестесінде біз бар болғаны қанша мәнді жаттайды екенбіз, қазір бірге көретін боламыз. 7 көбейту 7 нешеге? 49-ға. 7 көбейту 8 56, 7 көбейту 9 54-ге. Яғни балалар 7-ның көбейту кестесінде бар болғаны 3 қана мәнді жаттап алса болған екен. Көрдіңдер ме балалар? Күннен күнге бізде жаттайтын бөліктеріміз азайып келе жатыр. Енді сандық сәуледе 7-ның көбейту кестесін бірге жаттайық. 1, 2, 3, кәне. Қалай? Сандық сәуледе 7 мәртеден аттау арқылы біз 7-ның көбейту кестесін бірге қайталайық. 1, 2, 3. Дайынсың ба? Тамаша. 1 рет аттағанда 7, 2 рет аттағанда 14, 3 рет аттағанда 21, 4 рет аттағанда 28,
5 рет аттағанда 35, 6 рет аттағанда 42, 7 рет аттағанда 49, 8 рет аттағанда 56, 9 рет аттағанда 63, 10 рет аттағанда 70. Міне балалар, қараңдар сендер. Сандық сәуледе 7-нің де көбейту кестесін жаттап алдыңдар. Мандала әдісінде біз дәл барлық мәндерін тауып бояйтын боламыз. Мысалы, 7 жердегі 2 қанша? Бізде 14, 7 жердегі 6 қанша? 42, 7 0-ге көбейтсе қанша? 0. Дәл осындай балалар. Біз мұна мәндердің бәрін дәл осылай боямақта тауып, барлығын бояйтын боламыз. Енді балалар, біз өзіміздің мнемотехникалық кестемізде жаттаған бөліктерді бірге жазайық. Кәне 1, 2, 3. Мәндерін айтамын, сендер бірге айта қойыңдар. 7 жердегі 7 49, 7 жердегі 8 56, 7 жердегі 9 63. Міне бар болғаны 3 бөлікті. Байқасаңыздар балалар, біздің кестедегі әрбір мәндер, әрбір санын көбейту кестесі түрлі түсті екеніне байқап тұрсаңыздар. Мысалы, 1-де сары түсті, 2 жасыл, 3 тек ашық күлгін, жасыл, көк, осылай түстер әртүрлі түстермен берілген екене, біз қай бөлікті жаттағанымызды біліп отырмыз. Енді бізде балалар қарай 7-нің де көбейту кестесін жаттап алдыңдар. Тамаша балалар, үйге тапсырма 6 және 7 сандарын көбейту кестесін жаттайсыңдар. Және де видеоға түсіреміз. Инстаграм парақшасына сторисін салуды ұмытпаймыз. Бүгін балалар міне 4-ші сабақта өз мәресіне жетті. Сендермен болған мен Әсем Нәсірәлі қызы.